Баршаңызға сәлем. Неден бастарымды білмеймін. Тұрмыста болғаныма 6 жыл болды. Күйеуім аяқ асты гүл алып беріп, то алтын әперіп, үйге көмектесіп, аяқ асты өзгерді. Мен мәзбін, енді қадірімді түсіне бастады ғой деп, өз-өзіммен күдіктенбей, барлығы жақсы болады деп ойладым. Измена жасауы туралы мүлде ойыма келмепті. Содан 2 ай солай жүрдік. Біз жер үйде тұратынбыз. Далаға күйеуім баняға түсуге кетті. Телефонды өшіріп зарядкаға қойған. Енем бір ағаның нөмірін сұрады. Ал ол нөмір болса күйеуімде бар еді. Содан телефонын қосып контакты дегенді таппай WhatsAppқа қарайын деп кірдім. Архив сообщение келіп тұр екен. Сымбат деген чаттан аштым. Анда қыз голосовой жіберген екен. Ол қыз жолдасыма голосовой жіберген екен. Жаным, бүгін мен қыздармен клубта боламын. Если что, мені алып кетсем болады деп жазыпты. Күйеуім кешкісін таксовать ететін еді. Содан миым айналып ана нөмірді тауып енеме айттым да телефонды дальше ақтардым. Оның телефонында корзина бар еді, яғни удалить еткен видео фотоларын сол жерден көруге болатын. Соны қараймын деп кіріп едім, ол жер таза екен. Содан кейін WhatsApp'тағы нөмерді көрдім. Қыздың нөмерін сақтап алдым да соңғы жазған сообщениесін өшіріп тастадым. Нөмерді Каспиге жаздым. Диана А деп шықты. Сосын Телеграмда тоже фотосы бар екен. Көрдім. ВК'да да тоже 27 жаста екенін жазылып тұр. Яғни ол қыз да біздің қалада тұрады екен. Содан ата-енем тойға кеткенде күйеуімді шақыртып алдым. Диана деген кім? Барлығын айт, тыңдап тұрмын дедім. Ол басында қумашы, ол кім деп мойындамады. Содан кейін 7 ай сол қызбен кездесіп жүрген екен. Яғни оның жұмыстасы. Мені біледі екен. Жүктімін. Сонда да байымен ойнас балама 9 ай. Скоро босанамын. Ойлаңызшы, қандай стресс менде. Содан 3 баламен қайда барамын деп мүмкіндік бердім. Бірақ бұрынғыдай жақсы көрмеймін. Істеріне, жағдайына қызықпаймын. Шаршап жүрмін. Босанар уақытым таяса да, іштегі баламды жақсы көрмей барамын. Яғни бұның дұрыс емес екенін түсінемін. Әйелдің адалдығын таптап, жуастығын басынып, ойнас жасау ол өте жеркенішті.